Төле бидің қабірі қайда десең, өзбектер түсінбейді, тіпті сұрағаныңды анықтап көрсетіп те бере алмайды. Ал Қалдырғаш бидің кесенесі десең түсіне қояды. Бірден қала орталығындағы шешенің қабірі орналасқан жерге бастай жөнеледі. Төленің Қалдырғаш би атануының себебін өздеріңіз де сезіп отырған шығарсыздар. Қазақтар оны Қарлығаш әулие дейді. Ел ішінде бидің бұлай аталу себебі жөнінде мынандай аңыз бар. Бір жаугершілік кезде елге жоңғарлар шауып, ауыл адамдары үйлерін тастай қашқан. Осы уақытта тек Төле би ғана түтінін бұзбастан орнында отыра беріпті. Ауылға басып кірген жоңғар қонтайшысы түтінін тұтатқан жалғыз үйді көреді. Ел үдіре көшкенде өзінен қорықпай отырған адамның кім екенін білмекке кісі жібереді. Баса көкте үйге енген жоңғарлар жөн сұраспастан бірден жауап алмаққа дүрсе қоя береді. Сонда Төле би жоңғарларға амандықсыз сөз бастаған айтып, бір тықыртса, көшпеудің себебін айтып, екінші тықыртқан екен. Жұртпен бірге бас сауғалап, үйін тастамағанның себебін би былай деп түсіндіріпті. Биыл шаңырағыма Қарлығаш ұя салған екен. Балапандары қанаттанғанша үйімді бұзбайын деп шештім. Жау жақадан алды екен деп, ұясын бұзып, балапандарды шырылдатқым келмейді. Сендердің де үйлеріңді ойран едіп, бала шағаларыңды шырылдатса, өздеріңе жақсы болар ма еді? Төле бидің жауабын естіген жоңғар қонтайшысы Төле биді әулие деп танып, әскеріне би шаңырағына да, ол отырған ауылға да шаппауын бұйырады. Содан бері Төле би Қарлығаш әулие атанып кеткен екен. Ал Төле бидің Ташкентке қалай барғаны жөнінде мынандай тарихи деректер бар. 1718 жылы Тәуке хан өмірден өткен соң қазақ еліндегі хандық билік бөлшектене бастайды. Ел арасы әлсіреп, қалмақтар қазақтың көп жерін басып алады. Дәл осы кездері тарих сахнасына Төле би шығады. Ташкент қаласын қалмақтардан босату үшін 1726-1727 жылдары Төле би бастаған халық қозғалысының тарихи маңызы зор. Орыс тарихшысы Левшин өзінің қазақтар туралы еңбегінде Жолбарыс хан өлген соң Төле бидің Ташкентті 6 жыл басқарғанын айтады. Кей деректер 12 жыл делінеді.